Бүгінгі тарихи шара өте қуанышты күн. 25 жылдан кейін Қазақстанда ең бірінші Абай облысы құрылып, бүкіл қазақ халқы, Абай облысының тұрғындары, Шәкәрім көшесінің тұрғындары келіп, өз таңдауларын жасады. Ең бастысы бұл сайлау бүкіл халықтық сайлау. Қазақстанның келешегін, болашағын таңдау сайлауы. Ең бастысы Қазақстанның келешегі, болашағында экономикалық дамуды қалайтын әлемдік деңгейдегі үлкен сайлау болып тұр. Қазақстан тәуелсіздік алдан кейінгі жаңа Қазақстандағы бірінші сайлау. Бұл сайлаудың ең басты ерекшесі қоғамдағы келісімнің, тұрақтылықтың, бейбітшіліктің, әлемдегі жақсарудың, жаңарудың бастамасы осы Абай облысынан, Семей облысынан басталған күн. Сондықтан мен де бүгін өз таңдауымды жасадым. Таңдауымның әрбір кандидаттардың өздерінің ұсыныстары бар. Әрбір кандидаттардың өз орнында тағайындалғандай өзінің пікірі бар азаматтар. Сондықтан бүгінгі сайлау тарихи сайлау. Әлемде бейбітшілік орнасын. Қазақстан достықтың отаны. Қазақстан бейбітшілік пен этно бірліктердің, береке бірліктің қайнары, қорғаны болып табылады. Сондықтан бүгінгі жастарымызға жақсылық келген жайы бар. Біздің айтар ойымыз бар. Ең басты жастардың сайлауы. Бұл сайлау жастар арқылы Қазақстанды өркендетуге, ең бастысы жаңа Қазақстандағы жаңа өзгерістер мен жаңа жақсылықтардың келетініне біз сенеміз. Бүгінгі сайлау құтты болсын демекпін. Мен бүгін осы қоғамның атынан және өзінің осы Шәкәрім көшесінің тұрғын атынан келіп тұрғанды айтқым келіп тұр. Сондықтан жаңа біздің ақсақалдарымыз тарихи мәдениет сарайында берді. Бұл Қазақстанның тарихи мәдениет сарайы. Бұл әлемге танған, бүкіл әлемді тамсандырған сарай. Бұл ең бастысы бүкіл Қазақстанның Роза Рымбаевадан бастап бұл мәдениет ешекептер ән салдырған сарай. Сондықтан тарихи сарайда өткен тарихи жаңа Қазақстанның сайлауы құтты болсын демекпін.